Қазақстан тәуелсіздік алғалы осымен 12 премьер-министр ауыстырыпты. Олжас Бектенов 13-ші премьер. Алдыңғы 12 премьер-министрдің не істеп не қойғанын қазір кім айтып бере алады? Елге қалай қызмет еткен айту былай тұрсын, шын мәнінде олардың кейбірінің атын тіпті ұмытып та қалдық. Алайда жаңа үкімет басшысы Бектеновтың мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа мынадай уәде бергенін естіген шығарсыз. Құрметті президент мырза, сіз берген ауқымды тапсырмалардың барлығы мүлтіксіз орындалатын болады. Жаңартылған үкіметтің құрамы оған дайын. Мәселелердің сәннен гөрі мәніне көп назар аударамыз. Нақты іспен айналсамыз, нәтиже болады деп уәде беремін, деді Олжас Бектенов. Неге премьер-министр дәл бұлай сөйледі? Әрине, тұтас мемлекеттің үкімет басшысы бұл сөздерді айтарда өзіне қандай жауапкершілік жүгі артылатынын сезінген шығар. Мәселелердің сәннен гөрі мәніне көп назар аударамыз дегені бұрынғы басшылар сияқты құр сөйлей бермей, нақты іске көшеміз дегені. Алда тұрған елдің жағдайын жақсарту жобаларын қолға алып, халыққа уәдені үйіп төкпей, сол айтылған уәдені іс жүзінде жүзеге асырамыз дегені. Құрметті көрермен, өздеріңіз білетіндей, әдетте біз өткен тарихтан мысал келтіреміз. Ал бұл жолы сіздерге осы Қазақстан тарихынан, тәуелсіздікті алғаннан кейінгі тарихтан мысал келтіргенді жөн көрдік. Қазақ елінің ең алғашқы білім министрі ол Ахмет Байтұрсынұлы атамыз еді. Ахмет Байтұрсынұлы 1920 жылдан 1921 жылға дейін қызмет етті. Білім саласынан басшылық жасады. Одан кейін кеңестік саясаттың салқыны күшейіп, министрлер бірінен кейін бірі ауысып отырды. Тәуелсіздікті алған жылдары республиканың білім басшысы қызметінде Шайсұлтан Шаяхметов деген адам болды. Бұл адамды кеңестік дәуірдің адамдары жақсы білетін шығар. Енді тәуелсіздік алып, білім жүйесін ретке келтіруде осы адам еңбек етіп, елімізде әртүрлі тәжірибеде гимназия, колледж, лицейлер ашыла бастады. Алайда 90-шы жылдарда жаңа өзгерістерге толы реформалар уақыт өте келе солғын тартып, қарапайым халық министрлердің қызметі түгіл атын ұмытып қалатын жағдайға жетті. Осы тәуелсіздік жылдарында 13 білім министрі тағайындалған екен. Ойлап қараңызшы, соның тек 2 министрінің есімі ғана халықтың есінде қатты сақталып қалған сияқты. Әрине, ол менің жеке ойым, мүмкін сіз басқа министрлерді жақсы білуіңіз де ғажап емес. Менің ойымша, халық 2 министрдің есімін жақсы біледі. Біріншісі Ерлан Сағадиев деген осы адам. Екіншісі Асхат Аймағамбетов. Неге дейсіздер ғой? Бұл 2 министр білім саласының құлдырауы мен өрлеуінің символына айналғандай. Мына Ерлан Сағадиев деген адамның тұсында білім саласында ақылға қонбайтын, енді ғана өсіп келе жатқан жастарға зиянды реформалар басталды. Халқымыз әрі-бері үндемеді. Бірақ қарапайым оқулықтағы 40 қатені есептемегеннің өзінде әліппенің орнына сауат ашу дегеннің шығуы, ана тілінің алынып тасталу қазақ қоғамының өре түрегеліп қарсы шығуына алып келді. Қаншама халық әр аймақтан наразылық білдіріп, тіпті ұстаздардың өзі, яғни билікке көп қарсы шыға бермейтін ұстаздардың өзі министрліктің өрескел қателіктерін бетіне басып айта бастады. Меніңше, мына білім министрлігін дәуірлерге бөліп қарайтын болсақ, осы 2 кезеңге бөліп қарауға керек сияқты бүкіл білім саласын. Ахмет Байтұрсынұлы атамыздан Ерлан Сағадиевке дейін, сосын Аймағамбетовтен былай қарайғы кезең. Ғасырлар бойы қалыптасқан оқу әдістемесі, әліппенің қазақ қоғамы үшін құндылығы бір министрдің түсініксіз реформасынан кейін қолданыстан алынып, оқу үрдісіне, оқушыларға түрлі тәжірибелер жасалып кетті. Халықтың қанша жыл наразылығына қарамастан, Назарбаевтың, яғни Нұрекеңнің түкірігі жерге түспей тұрған жылдары, бұл Сағадиев 2016 жылдан 2019 жылға дейін министрлікті басқарды.
Ақыры Тоқаевтың билікке келуімен білім министрлігіне Асхат Аймағамбетов келіп, сонау Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың әліппесін басшылыққа ала отырып, ана тілі мен әліппе қайтадан өз халқымызға оралды. Естеріңізде ме? Кезінде қазақ халқының киелі жәдігері Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі 6 ғасырлық тарихы бар тайқазанды орыстар 1935 жылы Санкт-Петербургтегі музей Эрмитажға алып кетіп, жарты ғасырдан астам уақыт сонда тұрып, 1989 жылы 18 қыркүйекте ғана Түркістанға қайтарылғанда халқымыз қалай қуанса, халқымыздың рухани байлығы әліппе мен ана тілі қайтып оралғанда халқымыз солай қуанған шығар деп ойлаймын. Менің айтайын дегенім мынау. Жоғарыда сонау тәуелсіздіктен бері қарай білім саласында кім басшы болмады, кім министр болып кабинетте шалқайып отырмады. 13 министр ауысқан екен. Бірақ солардың қайсысын сіз қазір танисыз? Айтыңызшы. Ал Аймағамбетов қазір министр емес, парламентте топырлаған жүздеген депутаттың арасында отыр. Бірақ халық Аймағамбетовті ұмытты ма? Оның жұмысын әлі күнге дейін халық аңыз қылып айтып жүр. Бұған келісетін шығарсыз. Сол сияқты тәуелсіздіктен бері қарай Қазақстанда осымен 12 премьер-министр ауысты. Олжас Бектенов 13-ші премьер. Демек, жаңа премьер-министрде Аймағамбетов сияқты үлкен мүмкіндік бар. Мына елдің жағдайын түзеп, халқына адал қызмет етсе, онда халық Олжас Бектеновті төбесіне көтеріп, есімін аңыз қылып айтады. Мәселелердің сәнінен гөрі мәніне көп назар аударамыз, нақты іспен айналысамыз деп президентке уәде берді. Енді өзінің алдындағы үкімет басшыларынан сабақ алып, қателіктерді қайталамай, Қазақстан ғажайыбын жасайды деп үміттенеміз. Ал сіздің жаңа премьер-министр туралы пікіріңіз қандай? Комментарийге өз пікіріңізді жазып кетіңіз және бұл видеоны барлық таныстарыңызға таратып жіберіңіз.